Бүгінгі видеода мен әртүрлі бағада 3 түрлі аккаунт сатып алған болатынмын. Ал олардың бағасына келетін болсақ, біреуі 100 теңге, екіншісі 1000 теңге, ал ең соңғысы 5000 теңгелік аккаунттар. Ал сіздер видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий ұмытпаймыз. Ал ендеше біз өзіміздің аккаунттарға обзорымызға кеттік. Ал біздің ең бірінші мынау 100 теңгелік аккаунт. Короче, достар, бұның киіміне, сетіне қарап уже 100 теңгелік аккаунт деп ойламайсың, но мен осындай 100 теңгелікке аккаунт сатып алдым 100 теңгеге. Так, короче, бұда осындай эмоция. Ё-моё, достар, қараңдаршы, просто ауф мына эмоциялар. Так, енді біз жайлап өзіміздің обзорымызға бастаймыз. Біз ең бірінші персонаж бөліміне кіріп бастаймыз. Так, персонаждарында бұлардың деген Рональдо, Аллок бар. Ой, Аллокқа кіріп кетіппін. Так, короче, осылай бәрін бір қарап шығамыз. Енді ең астында нормально бір 7 персонаждай жоқ, 6 персонаж. Так, келесі, нормально 100 теңгелік аккаунтта почти барлығы бар болғаны 6 персонаж жоқ. Енді біз бұның складына кіріп қарасақ деген нормально. Ё-моё, топ игрок бар. Топ игрок. Так, астарынан тағы да бүйтіп қарап келе жатсақ, мынандай бір жақсы наборлар. Достар, мынандай просто ауф, не аккаунт бар. 100 теңгелік аккаунтта анандай набор. Принстон, так, не, баски макаронасы мен боты бар екен. Нормально, достар. Мен бұл аккаунт уже ұнап келе жатыр. Мынау бар, прикиньте. Так, сосын ас жақтарына қарасақ, енді қатты жоқ. Мастердің бас киімі. Так, мынау не бәлі? Жоқ болды. Зомби самурайға сатып қалдық. Сақал бар, достар. Мына қоян набор. Достар. Просто 100 теңгелік аккаунтта осындай заттар бар деп ойлам. Ой. Так, короче, Халкты қарап кетейін деп жатыр едім, но X басылып кетті. Так, Халк бар, прикиньте, достар. Ё-моё, мына 100 теңгелік аккаунт деп айта алмайсың негізі. Но 100 теңгелік аккаунт. Так, короче, осылай мына 4 маска бетперде. Так, енді осындай үстер бар, енді бұлар енді. Асо маңыз емес, достар, короче, маған тек қана балдар наборларын қарап шығатын боламыз, қыздардікі маған қатты ұнамайды. Так, осындай расходниктерде осындай тоскамен бар, еще 8 просто ауф, достар. Так, енді біз бұны питомес бөлімін қарап кетеміз. Питомесінде, так, маймыл бар, пингвин бар екен, сокол бар, мынау бар. Так, робо бар, лиса бар тоже. Так, ашқарақ деген аты екен. Так, лиса бар, так, мынандай бар. Почти, достар, почти барлар, енді бір 2-3 не заттар жоқ екен. Так, енді біз оның коллекция бөлімін қараймыз. Достар, эмоция бөлімі просто ауф. Мұна танцоры бар, тронға отыратын бар. Достар, мұнан қарыңдаршы, просто ауф. Мұнау бар ғой. Достар, просто мұны аккаунтқа мен жаман таңғалып тұрмын. Реакциямды бір түсінсеңдер. Достар, осындай аккаунт сендер 100 теңгеге осындай аккаунт сатып алсаңдар. Почти барлық эмоциялар бар, күшті. Так, 4 бар екен спорткарға. Так, мотоциклге тоже 4 бар. Так, УАЗикке 2, монстр тракқа тоже 2, пикапқа тоже 2 скин бар екен. Өте керемет, достар. Так, дракон сумка бар екен. Достар, просто просто дерзкий аккаунт кәдімгідей. Так, енді біз мыналар қатты қызықтырмайды, но қарап кетейік. Мына корабльшік бар екен. Так, даскада мынау ой, X басылып кете берді. Но так, короче, біз даска бөлімін қарап жатырмыз. Так, даскаға кіреміз. Енді бір осындай даскалар бар екен. Мынау тегін берді, по идее. Так, енді қалғандар нормальный парашюттар, осындай парашюттар. Енді парашюттарда енді қатты парашюттар жоқ қой маған. Білмеймін, фондар, мен фон, аватар, парашют дегендер қызықпаймын. Енді біз самый главный оружие бөліміне кіреміз. Енді біріншісінде мына МК бар екен. Но қатты мықты МК деп айта алмаймын. Но нормально. X-Course бар, X-Course'ты киіп аламыздан істейміз. Давай X-Course тағып алам. Так, нормально, АК-да енді дракон жоқ, но нормально, 100 теңгелік аккаунтта енді МК, АК дегендерді мен күтпеймін. Но М14 бар, оживленный зверь, бұл өте керемет. Так, Скарда осыны тағып ала салайық. Так, енді келесінде біз Граза бар, эскес бар, пулеметтан мынаны тағып алсайық. Неге навигі бар? Одан ФАМАС 2 орын бар, нормально.
Ема достар, мына СВ-да, ауф СВ-да бар, X78 тоже бар, M60 тоже бар, N94 бар, тоже нормально, танцы тоже нормально. Так, енді қалғандары қатты іскен шықпағандар, UMP оживленный зверь бар, M5-нан тағы болса, говно немен жүр. Так, енді VSS тоже бар, M40-қа келеміз. Так, ой, М40-да ема механический достар, және де мына жаңадан шыққан М40 бар. Просто достар, ема реакциям болып отыр, мен мына жақта бар емес пе. Так, ема шақырмай тұратырындар. Так, мына инкубатордың үшіншісі бар, бұл дерзкий вообще. Ема достар, қараңдаршы. Так, спас бар, және де ема достар, тұқстол кескен бар, ойлаңдаршы. Попугай ғой еще, ё-майё достар. Бұл аккаунтқа мен, негізі бұл аккаунт мен 100 теңгеден қымбат, 1000-нан қымбат болса сатып алар едім, просто 100 теңгеге тұрғасын алып көрдім қандай екен деп. Ема достар. Так, короче, осындай мына нелер бар. Так, мынандай бар екен, тоже сковородки жетскені бар екен. Так, осындайлар, паранққа тоже жетскені бар, осындай. Так, енді битасында осындай 8-не катанада 2 скины бар екен. Кулакта жоқ. Так, граната 16 граната достар. Ема достар. Және де стенкада 5 стенкасы. Өте керемет 5 стенка деген. Так, граникте 2 магазин бар. Керемет. Так, мынада бар. Короче достар, осындай 100 теңгелік аккаунт болды. Егерде осы аккаунт ұнаған болса, комментария жазып кетіңіздер. Ал ендеше біз өзіміздің 1000 теңгелік аккаунтқа кеттік. Так, короче достар, мына біздің 1000 теңгелік аккаунттың бастапқы осылай көрінеді. Ал ендеше біз бұны да тоже персонаж бөлімінен бастайтын боламыз. Так, персонаж бөлімінде бұда осындайлар бар, тездетуге көрсетіп кетейін. Так, бар болғаны 3-ақ персонаж жоқ, Скайлер, Камил, Джей деген нелер жоқ екен. Но біз енді бұның тоже склад бөлімінен қарайтын боламыз, қандай киімдер бар екен. Так, достар, бұл 1000 теңгелі аккаунт, бар болғаны 1000 теңге. Так, осындай киімдер бар екен. Так, мынандай. Так, мына ақшаш бар. Ема достар, 1000 теңгелік аккаунтта мынау бар. Ема ғоптыл достар, просто енді бұл аккаунт просто сөзбен жеткізе алмаймын сіздерге қандай екен. Енді өздеріңізге көріп тұрған шығарсыздар. Но ема принцтің фул набор бар достар, ойлаңдаршы. Так, енді бұл жерінде особо қатты не емес. Так, мына жерде так, бандит бар екен. Тағда мынау ема еше достар, бұл қызылдың көк түрі бар. Прикиньте, бұл инкубатор ма сондай по идее. Так, енді мынау мынау банағы набор тоже. Так, енді қалғандары особо мықты емес. Так, енді мына жерден қарап отырсақ тоже бір ақсақал бар. Енді мына инкубаторлар осы хит болған тоже. Халк бар тоже. Так, енді қалғандарды бізге особо керек емес, енді керек емес дегенде популярный емес, короче. Так, енді мыналардың үстін былай бірі өтіп қарап шығамыз. Так, ақ футболка бар екен, футболный. Так, енді қалғандары қатымыз наборларды қарап кетейік. Так, осындай 2 набор, лутбокстарында мынандай. Так, набор бар. Так, 5 не бар, камень эволюция. Но енді біз келесі питомец бөлім қараймыз. Питомец бөлімін кіреміз. Енді бұда пингвин бар, сокол дегендер бар екен. Так, енді осындай питомец бөлімі. Питомецтер қатты керек емес, но керек кездері болады. Енді главное сокол мен пингвин керек маған, өзім соны қолданам. Енді біз бұның коллекция бөліміне кіріп, қандай эмоция барған көреміз. Ема достар, просто мына эмоцияларға қарап, менің деген ема просто мына билейтін тронға отыратын, ема еще мотоцикл эмоциялар. Просто сөз деп жеткізе алмаймын енді. Реакциямды банағы 100 теңгелік аккаунтқа беріп тұрмын, енді ондай аккаунтты табу деген вообще невозможно деп ойлаймын. Қараңдаршы қандай эмоциялар бар достар. Ема достар, просто мына аккаунт деген
вообще топ, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын сендерге. Мынандай спорткарларға 4 скин, байыққа мына мотоциклге 4 скин тоже, джипке 2 скин. Мұндай аккаунтты короче, сондай аккаунттар қараңдар, барлығыны скины бар просто. Енді біз рюкзакты қарасақ, рюкзакқа кіреміз. Мына отырғанда неге драконды тағады. Так, дракон, енді бұл аккаунттан бәрі мен енді өзім өзгерте берем, қалай қаласам да. Так, осындай аккаунттар. Так, доскасын, енді доскалары нормально, мына доска ол. Ауфы доска ол. Так, доскалар осындай, енді қатты қызықпаймыз. Парашют тоже қызықпаймыз. Банаға айта кеткенде фон, аватар, парашют дегендер қызықпаймыз. Так, енді біз самый главный оружие. Так, катаклизм, но земляны жоқ. Нормальный. 1000 теңгелік аккаунтта катаклизм бар. Ака дракон, достар, мұны аккаунт просто ауф қой. Так, скар титаны бар еще. Грозаға бар, СКС бар, пулеметқа навсегда емес, но бар. Фамасқа енді, Фамасқа жоқ екен, но бірақ нормально. СВД-ға жоқ, X78-ге достар, М60-қа мұнандай олдский М60 достар, ғой просто на М60 арманым. Ан-94 тоже бар. Так, енді так, Ан-94-ке бар екен, біршам плазмаға бар. Так, Ан-94 бар тоже. Так, ЮМП бар, МП5 бар. Так, енді ВСС бар тоже. Достар, сары М40, еще көгі, еще механический 3 түрлі мақта М40-тар бар. Так, петухқа мынау инкубаторын слабый түрі, ең соң пайды. Дробовикке жасылы бар. Вообще супер-пупер аккаунтский мынау. Так, бар, еще двухсока. Просто, достар, мұнаған лайк баспасаңдар, білмеймін. АВМ-ге бар, коряқта бар. Достар, реакция просто топ қой. Так, ближний бойда 5. Не бар, 5 бар. Ближний бойда сковородка. Параң жетеу, бита 9, ал катана 3 түрлі катана бар екен. Енді кулаққа, достар, кулаққа скины бар. Граната 18 граната бар екен. Кулақ қараңдар. Так, 7 стенкасы бар екен, вообще супер. Так, мынада гранике, мынау бар ма, не? Гранике тоже бар. Короче, достар, мына 1000 теңгелік аккаунт вообще супер ұнады маған. Ал сіздерге ұнады ма, осыны комментария жазып кетеміз. Ал ендеше біз өзіміздің ең соңғы бомбезный аккаунтымызға, обзорымызға кеттік. Так, біздің ең соңғы 5000 теңгелік аккаунтты қараңдаршы, акасы деген нешінші уровень, киімдерін қараңдар, 70-ші левел еще. Так, короче, достар, біз оның персонаж бөлімінен бастаймыз. Персонаж бөлімінің былай бір қарап төменге қарап келе жатсақ, бұда да тоже 3 жоқ, 3 персонаж жоқ екен. Скайлер тоже анау-мынау. Так, уже мына реакциядан тілім байланып отыр. Достар, бұның склад бөліміне кірсек, бірінші не тұр десеңдерші. Бірінші бұда. Достар. Мұнаны түстері өзгереді просто. Ауф қом. Так, екінші мұна бана тоже бір аккаунттан көрдік. Так, мынау по идее, мынау тайни магазинде болды. Тайни магазин. Достар, просто мұна аккаунт. Ауф просто. Так, енді мынау бар екен тоже бұда. Так, енді мынандай бір наборлар бар екен, оларды былай бір қарап шығамыз. Енді асыға түсіп келе жатсақ. Так, не бар екен? Бұда не жоқ па не? Так, мынау рэперский. Достар, қараңдаршы, қандай заттар бар мынада. Мынау бар еще. Мынаны үстін айт. Принцип бар, достар, 5000 теңгелік аккаунтта мынандай болады деп күтпедім мен. Басқа 5000 теңгелік аккаунт. Так, енді, бұда енді қатты асып заттар жоқ, енді біз бас киімнен. Так, мынау сол банағының маскасы, мынау бар, мынау магический кубта болды, мынау пропусктікі. Так, мынау сол тайни магазин банағы.
О, Маймылбас, Ержан братан тұр. Ержан братан бұл, короче. Так, мынау бар. Енді все қалғандар енді қатты асып заттар емес. Так, енді былай лысый шаш. Короче, Дукан комментария. Что там Дука деп қояды. Так, короче, бұл Дукан любимый шашы, видеосына қарап жүрсеңдер, соны тастамайды Дука. Так, енді мынандай 3 түрлі футболкалар бар, футболный. Так, енді қалғандары особо мықты деп айта алмаймын. Енді осындай бір заттар бар. Так, фул набор 6 бар, бала келетін, мен қыздардыкіне қарамаймыз, қызық емес. Так, мынау бар, енді қалғандары қыздарский, енді қыздарға өте көп. Так, осындай Так, короче, енді біз келесі питомец бөліміне кіреміз. Және де бұл жерден біз мынандай почти бұда мына обезьян жоқ, қалған бар сияқты ғой. Так, бар мынау, бар робо, бар лиса, бар мынау, бар тоже сибайну. Мысық, достар, прикиньте, тек қана бірақ питомец жоқ. Просто аккаунт, просто бомбезный. Аканың 7-ші уровендік эмоциясы, жүрек бар, танцор бар, кіріп келін клубқа, мамасита деп бәрін істейді. Так, короче, қалған достар, қараңыз, қаншама эмоция бар, почти біршама бар. Так, шиу бар, бұда, так, мұнада бір скин, спорткарға 4, ал байыққа мотоциклге 4 скин, так, монстр траққа 3 скин, ал пикапқа 2. Драконным. Но по идее пополнение көрді, сосын қалғаны осындай сумкілер. Так, лутбокс. Нормально, мұнаны қойып аламыз. Доскаға ақша дейсің. Так, ақша да не бар. Қалғандар енді мықты емес. Енді бізге енді келесі біз енді мына қалғандар парашют, фон дегендер қызықпаймыз. Енді бір көрсетіп жағым болды. Енді шығамызда біз енді главный роль оружияға кіретін боламыз. Бұл енді оружияны көріп тұрғандарыңыздай земляной МК. Енді бұғанда реакция кетіп қалды. АК ледяной АК. Еще қасына мынандай 4 кереметтей АК бар. Достар, просто ауф. Және де М14 бар. Скарт Титан бар. Қасында еще Купидонмен бірге бар. Так, енді Граза бар, СКС бар, енді пулемет тоже бар. Фамас бар, аниме бар, керемет СВД-ға жоқ екен. Жасылы бар, прикиньте еще. Нормально, просто топ қой, достар. М-апс бар, Ан-94 бар. Плазмаға мынау бар, вообще, ауыққа бар, Дансика нормально, Юмпиге бар, так, М5-ға бар, ВСС-ке бар, ал енді М40-та механический, еще новый М40 бар, прикиньте, еще инкубатордікі бар, нормально М40-ға. Петухы бар, мынау пропускта. Достар, инкубатордың бірінші және үшіншісі бар. Спасқа урон мыналар нормаль, және де двухстволка. Менің ең жақсы көретін двухстволкам осы. Атешкі просто ауып кетеді. Ал енді біз енді тоқтатпаймыз, снайперский бөлімін қараймыз. Осындай заттар бар екен. Мұна бар етке осындай скені бар. Так, енді бұда мұнада предзаказ бар. Так, және сковородкасы 9 екен. Осындай кереметтей сковородка, және паранг тоже 9. Ал бита 8, ал катана 5. Барлық катана бар пайде. Негізі маң канатқа, осы канатқаны айттым. Ой, катана тілім байлана отыр, кулак тоже бар. Просто достар, мен реакциямды сендер байқасаңдар, просто ауф. Так, осындай 15-14 стенка бар екен, және де осындай граники скиндер. Достар, просто мына 3 түрлі аккаунтқа мен реакциямды қараңдаршы. Достар, просто 100 теңгелік, 1000 теңгелік, 5000 теңгелік аккаунт.
міне профиль осындай. Короче, достар, бізде осындай видео болды. Егер де сіздерге осы аккаунттар ұнаған болса, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал ендеше сіздермен бірге болған бұл мен Артикс. Келесі видеода жүздескенше, давайте, достар.